Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін кез келген торттың әдемі декоры болатын, формасын жақсы ұстайтын екі ғана заттан осындай керемет безе жасаймыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар және каналыма кірсеңіздер, әдемі дәмді рецепттер мен қолөнердің түрлерін ұсынамын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Безе үшін сахарный пудра мен 3 жұмыртқаның ағы қажет. Безеге дәм беру үшін лимонный кислота, декор үшін осындай әдемі посыпкалар мен ағаш шпажкалар қолдансаңыздар болады. Безе үшін ең маңыздысы ыдыстарымыз құрғақ болу қажет. Жақсылап осылай қағаз сүргімен сүртіп аламыз. Енді жұмыртқамыздан ағы мен сарысын бөлеміз. Бізге тек қана белок қажет, яғни жұмыртқаның ағы қажет. 65 грамм белок аламыз. Міне, өлшеп 65 грамм белок алдым. Енді миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап жақсылап миксерлейміз. Одан соң сахарный пудраны бір ас қасықтан бөлек бөліп отырып саламыз. Яғни видеода көрсетілгендей бір ас қасықтан арасына салып отырып жақсылап миксерлейміз. Біздің массамыз көпіріп, ағарып, көтерілу қажет. Безеге дәм беру үшін шай қасықтың ұшымен ғана кішкене лимонный кислота қосып жіберсеңіздер де болады. Міне бізде белок көпіріп көтерілді. Енді глянцевый түске, яғни жылтыр түске енгенше, формасын жақсы ұстағанша миксерлейміз. Міне видеодағыдай глянцевый түсте болады және ыдысты төңкерсек формасын жақсы ұстап тұрады. Міне мен осы массаны екі бөлікке бөлдім. Бір бөлігіне көк түсті сухой краситель қостым және екінші бөлігін ақ түсте қалдырдым. Енді өзіңізге керекті насадканы алып, кондитерский мешокқа осы безелерді екі бөлікке бөліп саламыз. Одан соң өзіңіз қалағандай безенің формасын келтіріп, посыпкалар сеуіп декор жасап, видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Және алдын ала қызып тұрған пеште 90 градуста 1,5 сағат пісіреміз. Міне біздің әдемі ерекше көрінетін безелеріміз дайын. Безе жасаудың өзі бір сүйікті ісім десе де болады. Сіздер де осы видеомен, осы рецептпен жасап көріңіздер. Басқа да видеоларды жіберіп алмас үшін YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Асия, астарыңыз дәмді болсын.